Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 8-ші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы медеу мұз айдыны. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 8-й урок. Тема урока – ледовой каток Медеу. На этом уроке ты научишься задавать вопросы к словам и заполнять таблицу по вопросам. Жаңа сөздер, новые слова, асқақ, возвышенный, высокий, әлем, мир, таудың ортасы, середина горы, билетсіз, без билета. Бірінші тапсырма, тыңда, суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Первое задание – послушай, посмотри на картинку, ответь на вопросы. Алматым, жасыл бедерім. Әлемде асқақ беделің. Көңілге медеу болып тұр, төрімде тұрған медеуім. Теперь, ребята, вы должны ответить на эти вопросы. Я перевела вопросы на русский язык, а вы постарайтесь самостоятельно ответить. Пока вставьте видео на паузу, позже включите, чтобы проверить примерный ответ. Келесі екінші тапсырма, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құра, оқы. Второе задание. Прочитай, составь вопросы по содержанию текста. Ребята, внимательно слушайте. Мұқият тыңдаңыздар. Алматыда медеу мұз айдыны бар. В Алматы есть ледовой каток Медеу. Ол таудың ортасында орналасқан. Он находится в середине горы. Онда қысқы спорт жарыстары өтеді. Там проходят зимние спортивные соревнования. Табиғаты өте ерекше. Природа очень необычная. Тауда шыршалар өседі. В горах растут ели. Мұнда қонақтар көп келеді. Сюда приезжает много гостей. Спорт жарыстарын көреді, демалады. Они смотрят спортивные соревнования, отдыхают. Теперь нужно составить вопросы по содержанию текста. Например, Алматыда не бар? Что есть в Алматы? Медеу мұз айдыны қайда орналасқан? Где расположен ледовой каток Медеу? Бұл жерде не өтеді? Что проходит в этом месте? Табиғаты қандай? Какая там природа? Бұл жерге келген қонақтар не істейді? Что делают гости, приезжающие туда? Келесі үшінші тапсырма, сөйлемдерден мәтін құрастырып. Третье задание. Составь рассказ из предложений. Медеу мұз айдыны таудың ортасында орналасқан. Оған автобуспен барасың. Мұз айдынға билет аласың. Себебі билетсіз кіруге болмайды. Мұз айдынға конькимен кіресің. Онда коньки теуіп үйренесің. Келесі төртінші тапсырма, сұрақтар бойынша кестені толтырып, дәптеріңе көшіріп жаз дейді. Четвертое задание. Заполни таблицу по вопросам и перепиши в тетрадь. Мысалы, кім деген сұрақ, я? Кто? Айдос. Қашан? Когда? Қыста. Қайда? Где? Или куда? Семейге. Не істеді? Что сделал? Барды. Келесі сөйлем. Майра жазда Алматыға барды. Например, Сәкен көктемде шетелге барды. Сәния күзде Астанаға барды. Ребята, вот таким образом напишите другой вариант ответа. На этом наш урок закончен. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.